Бәріңізге сәлем, мен Мардан, каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода айтылған мәліметтер шет елден алынған мәліметтер. Яғни бұл видеода шет елдіктер біз туралы не айтатынын көретін боласыздар. Дайын болсаңыз видеоны бастайық. Қазақстан Орта Азияда орналасқан бір түркі мемлекеті. Қазақстанның жері ескі түркі мемлекеттердің орталық жері болғаны үшін түрк тарихының атасы ретінде қабылданады. Жерінің көлемі 2.424.900 км квадрат. Әлемнің ең үлкен 9-шы елі болса, түркі мемлекеттері арасында ең үлкені және ең байы. Қазақстан екі уақыт белдеуіне ие. Батысы мен шығыстың арасында 1 сағаттық айырмашылық бар. 1991 жылға дейін Қазақстан 71 жыл бойы Совет одағының құрамында болды. Қазақстан тәуелсіздігін алған кезде тәуелсіздігін бірінші болып қабылдаған ел Түркия болды. Солтүстігінде Ресей, батысында Каспий теңізі, оңтүстігінде Түркменстан, Өзбекстан және Қырғызстан, шығысында Қытай құрамындағы Шығыс Түркістан автоном аймағы бар. Ұзақтан қараған кезде Моңғолиямен де көрші болып көрінсе де, арасында Қытай бар және арасы 37 км. Каспий теңізі жабық теңіз болғандықтан Қазақстан Каспий теңізімен жері тоғысқан ең үлкен ел болып табылады. Ең ірі қалаларының бірі бұл Алматы. Алматы Қазақстанның алғашқы астанасы болған еді. 1998 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Астананы Алматыдан Ақмолаға көшірді және қаланың атын Астана деп атады. Бірақ 2019 жылы Нұрсұлтан Назарбаев президенттіктен кеткеннен кейін Астана қаласының есімі Нұрсұлтан деп өзгертілді. Кейбір пікірлерге қарасақ, Алматыдан көшіруінің себебі Қытайдан қашықта болу үшін және солтүстікте орыс халқы көп болғандықтан Ресейдің тартып алуынан қауіптеніп, Астананы солтүстік жаққа көшірді. Бұл пікірдің пайда болу себебі тарихта қазақ халқының орыстардан көрген зияндары. Тіпті елдегі қазақтардың санын көбейту мақсатында басқа елдегі қазақтардың елге оралу үшін Нұр-Сұлтан қаласында үй және жұмыс сияқты түрлі мүмкіндіктер ұсынылды. Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтанның жері жартылай құрғақ жер, яғни желімен және суықтығымен шөлді еске түсіреді. Бірақ соған қарамай қала құрылды. Қала әрі азиялық, әрі туристік, әрі батыстың құрылыс дизайнымен салынды. Елдің мұнай байлығы осылай қала құруына себеп болды. Қазіргі таңда ескі ғимараттар жаңартылған, бірақ әдемі қаланың артқы жағындағы қалаға қарамай тұрып, қала өте әдемі және мінсіз болып көрінеді. Кейбір көшелерде ток, газ және жол жоқ болуына қарамай, орталықтың осындай керемет көріністе болуы сынға түсетін бір тақырып. Бұл қала көлдің қасына құрылған қала және қаланың қай жерін қазсаңыз да 2-2,5 метрден кейін су шығады. Құрылысшылар кейде су шығара білу үшін 8-10 метр қазық қағып су шығарады. Жылдың 6 айында қала қар астында болады. Қалған айларда суық және желді. Барлық жер бос. Қаланың шетінде не тау, не орман бар. Желдің күшін бәсеңдете алмауда осы себепті. Тіпті желдің күшін азайту үшін қала маңына мыңдаған ағаш отырғызылған, бірақ оның пайдасы өте аз болды. Қаланың өте суық болуы Сібірден келетін суықтың әсерінен. Осы күнге дейін анықталған температура 47 градус, ал суық болғаны болса -50 градус. Қыстың суықтығында көліктер зиян көрмеу үшін түрлі тәсілдер қолданады. Қаладағы Есіл көлінің беті қыста аяздан мұздайды және халықтың мұзда ойнауына мүмкіндік жаратады. Опера және балет жақсы тараған, тіпті осыған лайықты болу үшін қалаға әдемі және көркем ғимарат салынған. 1999 жылы Астана қаласы ЮНЕСКО тарапынан бейбіт жер мәртебесін алды. 2012 жылы түркі әлемінің мәдени астанасы ретінде таңдалды. Түркі елдері арасында қазылма байлықтарға өте бай болған Қазақстанның жалпы ұлттық өнімі 180 мен 200 миллиард арасында. Орта Азиядағы ең мықты экономика Қазақстан экономикасы. Менделеев кестесіндегі элементтердің 99-ы бар және жер астындағы табылған байлықтардың көлемі 2 триллион доллардан көп. Әлемдегі хромның 26%, алтынның 20%, ураниумның 17%, темірдің 10% Қазақстаннан шығарылады. Ураниумның резерві бойынша екінші орында болса, оны өндіру бойынша бірінші орында. Тіпті екінші дүниежүзілік соғыста Совет одағына жіберілген 3 оқтың біреуі Қазақстаннан жіберілген. Қазақстанның ең маңызды табиғи байлығы бұл мұнай. Мұнай қоры бойынша әлемде 12-ші орында және табиғи газ бойынша 15-ші орында. Қазақ халқының демографиясын айтатын болсақ, Қазақстан әрі Европаны, әрі Азияны бір-біріне біріктіріп тұрған ел. Ұлы жібек жолының орналасуы әртүрлі мәдениеттердің таралуына септігін тигізген. Халық саны 19 миллион. Елде 130-дан астам ұлт өкілдері бар.
Халықтың 65,5% қазақ болса, 21,5% орыс, ал қалғандары басқа ұлт өкілдері. 1921-22 жылы және 1932-33 жылдар аралығында ашаршылық себебінен қазақ халқы өте үлкен бөлігін жоғалтты және орыстарға қарағанда елде әдеуір азайып кетті. Бұл ашаршылық орыстардың қолдан жасаған жасанды ашаршылықтар еді. Осылайша қазақтардың санын азайтқысы келген болатын. Осы ашаршылықта қазақ халқының жартысы жойылып кетті. Бірақ 1991 жылы тәуелсіздіктен кейін қазақ халқы қайтадан көтеріле бастады. Қазақстанның ресми діні жоқ, және халықтың 70% мұсылман, 28% христиан, қалғаны болса басқа діндегілер, немесе атеисттер. Совет одағының мешіттерді жойып, дін сабақтарына шектеу қойғанның әсерін қазіргі таңда да байқауға болады. Елдегі көпшілік Еуропаға еліктеумен өмір сүреді. Халықтың 70% мұсылман болса да, елде мешіттер саны өте аз. Қазақ халқына келетін болсақ, қазақтарды бір түркі мемлекеті. Басқа түркі халықтарынан ерекше болып көрінуінің себебі Қыпшақ түркілерінен болуында. Қыпшақ түркілері Орта Азияда қалып қойған болса, ал Оғыз түркілері Анадолыға көшіп кеткен. Осы себепті Қыпшақтар монголдардан көбірек әсер алған деседі. Орыстардан қалып қойған үйреншікті болып қалған нәрселер де бар. Мысалға, Қазақстанда алкогольді ішімдіктерді қолдану кең тараған. Ішіп алып айдайтын болсаңыз, жүргізуші куәлігіңізден айырылуыңыз мүмкін. Қазақстанда екі ресми тіл бар, қазақша және орысша. Ең қызықтысы, адамдар қазақ тілінде сөйлеудің орнына орысша сөйлейді. 2009 жылғы статистикаға қарасақ, қазақ тілін халық 74% қолданса, орыс тілін 94,4% қолданады. Кәсіпкерлікте және бизнесте орысша ортақ тіл ретінде қолданады. Қысқаша айтқанда, Қазақстанда жақсы өмір сүрем десеңіз, орысша білуіңіз керек. 2017 жылы кирилл әліпбиінен латын әліпбиіне өте басталды. Қазақ тілін дамытуға арналған бұл жоба 2025 жылы бітуі күтілуде. Қазақстанның ақша бірлігі теңге. Ең төменгі жалақы 80-90 доллар көлемінде болса, орташа жалақы 470 доллар көлемінде. Кен істеріндегі жұмысшылар 840 доллар көлемінде жалақы алса, дәрігерлер 1000 доллардың үстінде ақша алады. Басқа елдерге қарағанда бензин сәл арзандау болуына байланысты, қалаған қалаңызды қалаған жеріңізге таксимен келісілген нарықта сізді жеткізіп тастау мүмкін. Таксисттер бір адам бар болса, екінші, үшінші адамды да ала алады. Жүретін жолдарға ақша төлеу әлі жоқ, бірақ болашақта болуы мүмкін. Теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан, 70-тен астам рекордтар орнатылған және әлемнің ең биікте орналасқан Медеу мұз айдыны да Қазақстанда орналасқан. Мектептер тек қана -25 градус болғанда ғана жабылады. 2014 жылы статистикаға қарасақ, Қазақстандағы мектептерде 32% оқушы орыс тілінде білім алады. Қазақ тілін жою орыстардың құрамына кіргеннен бастап басталды және әлде өз әсерін тигізіп келеді. Сталинде қазақ тіліндегі кейбір сөздерді алып тастап, орыс тілінен жаңа сөздер енгізген еді. Қазіргі таңда Қазақстандағы 3,5 миллион орыс үшін 1500-ге жуық орыс мектебі бар болса, Ресейде өмір сүретін 1 миллион қазақ үшін бірде-бір қазақ мектебі жоқ. Қазақстанда мектепке бару шарт. Қызықтысы, мемлекеттік университеттердің де ақшаға оқытуы және көп тараған нәрсенің бірі университеттерде парақорлық. Географиялық ерекшеліктеріне келетін болсақ, Қазақстанның 5-тен 1 бөлігі таулардан тұрады. Ормандар өте аз. 1,2% ғана орман бар және жердің үлкен бөлігі шөл. Әлемдегі ең үлкен шөлдердің бірі Қызылқұм шөлінің бір бөлігі Қазақстанда орналасқан. Қазақстанда 7000-нан астам өзен және көл бар. Олардың ең үлкені Балқаш. Балқаштың ерекше болуының себебі батысы тұщы, ал шығысы тұзды болуында. Торыш ашылмаған құпия. Маңғыстау облысының ең жұмбақ көрікті жерлері. Оның үстінде бүкіл әлемнің ғалымдары бас сындыруда. Әлі күнге дейін ешкім дала қырының ортасында нақты дөңгелек пішінді тастар қалай пайда болғанын түсіне алмайды. Даулар осы мәселе бойынша жүргізілуде. Қазірдің өзінде 250 жыл болды. Алайда ойшылдар ортақ пікірге келмеді. Қазақстандағы ең қызықты және әсерлі жері Қайынды көлі. Негізінде бұл жер бірнеше жыл бұрын таулардың арасынан өткен бір өзен. Шырша ағаштар өскен, қарапайым жасыл аймақ еді. 1911 жылы жер сілкінісі болып, топырақ көшкені нәтижесінде өзеннің ағуын жауып, бұл жерде табиғи су бөгеті пайда болады. Қайынды көлі осылайша пайда болды. Су бетінде көрінгені тек қана шырша ағаштар болса да, шындығында ағаштың өзі судың астында жасырынған. Қыс кезінде көл тоңған кезде су астына шұңғылар басталады. Жазда да судың температурасы 6 градустан аспайды.
Bir вакыттары әлемнің ең үлкен теңізі болған Арал теңізі қазіргі таңда шөлге айналған, және бір бөлігі Өзбекстанда, қалған бөлігі Қазақстанда. Бұл шөлге айналған теңіз бұрындары өте үлкен болатын. Бұл жер адамзаттың табиғатқа берген ең үлкен зиян ретінде тарихта қалды. 90% шөлге айналған бұл жерде қазір түйелер жүретін, тіпті тот басқан кемелер табылатын бір шөлге айналған жағдайда тұр. Совет кезінде мақта өнімін арттыру үшін жерлерді суғару кезінде Арал көлін тойдыратын Әмудария және Сырдария өзендері қолданылды. Бұл өзендердің арқасында бүгінгі Өзбекстан жерлері 10 жыл ішінде ең көп мақта өндіретін 3 аймақтың біріне айналды. Бұл да кеңес одақ өнеркәсібіне пайда еді. Осы уақытта жеткілікті тойдырылмаған көл температураның әсерімен уақыт өтіп құрай бастады. Көлдің кішіреюі судың тұз мөлшерін көбейткені үшін бірнеше балық түрінің ұрпағы жоқ болуына себеп болды. Әрине, ауыл шаруашылығында жерлерді дәрілеумен бірге жағдай одан да нашарлады. Суға араласқан химиялық заттар бірнеше денсаулық проблемаларына алып келді, және судың тартылуымен проблемалар одан да қиындады. Көл құраған сайын ауыл шаруашылығында қолданылған дәрілерден қалған улы химиялық заттар мен тұз құраған жерде қалды. Ал қазіргі күнде Арал көлінің орнында қалған сол улы зат және тұздарды адамдар жұтуды жалғастыруда. Аймақта өмір сүретін адамдарда рак, анемия, бүйрек аурулары және тыныс алу аурулары көбейген. Тіпті 1981-1991 жылдар аралығында рак ауруы 2 есе көбейген болатын. 1960 жылдары сол аймақтағы өмірге келген балалардың өлуі 2% болса, 2000 жылдары 10%-ға шықты. Бұл бүкіл әлемдегі жаңа туылған балалардың өлім көрсеткішінен 3 есе көп деген сөз. Аралдың жоқ болуы ауа райының өзгеруіне себеп болды. Енді қыс өте суық болып келсе, ал жаз айлары өте ыстық және құрғақ өтеді. Қазіргі таңда көптеген ағаштарды отырғызу арқылы қалған химиялық заттардың денсаулыққа зиянын азайтуға тырысылып жатыр. Мақсат шөлге айналған жердің 3/1 бөлігіне ағаштар отырғызу. Егілген ағаштың 3/1-і құрып кетеді. Жобаны жүзеге асыруға 150 жыл кететіндігі болжанып отыр. Бірақ елдегі ең қауіпті жер одақ кезінде жүздеген ядролық қарудан жарылған жер Семипалатинск немесе Семей. Айтуларына қарағанда бұл жер Чернобыльдан да қауіпті. Бұл жер дүние жүзіндегі зерттеулердің 4/1 бөлігіне куә болды. Ең соңғысы 1989 жылы болған еді. Қазақстан одақ құрамынан шыққаннан кейін әлемде ең көп оқ-дәрі ядролық қаруы бар ел болуына қарамай, бұл жерді жауып ядролық қарудан бас тартты. Тіпті жарылыс кезінде аймаққа 40 км жақында орналасқан ауылдарда басқа жерге көшірілмеген, және пайда болған радиация әсерінен көптеген адамдар ауруға шалдықты. 1,5 миллион қазақ рак ауруына шалдықты. Қазіргі таңда да генетикалық аурулардан, әлі де мүгедек балалар, көрілмеген аурулар аймақта өмір сүретін адамдарға және жаңа ұрпаққа әсерін тигізіп жатыр. Қазақстанның елге ететін ең маңызды жерлерінің бірі Байқоңыр ғарыш станциясы. Бұл жер орыстардың ең алғаш рет ғарышқа шыққан және бірнеше адамды ғарышқа шығарған жері. Бұл жер Қазақстандікі болса да 2050 жылға дейін Ресейге жалға берілген, және оның ішіне Ресейдің визасы болмай кіру мүмкін емес. Елде жануарларға көп көңіл бөлінеді. Оның ішінде барыс және бүркіт символ ретінде қолданылады. Тағы ең маңыздысы бұл аттар. Ат еті де тамақта көп пайдаланылады. Барлық атты жемейді. Жейтін аттар арнайы өсіріледі. Аттар бірінші болып Қазақстан жерлерінде қолға үйретілген деседі. Шайды сүтпен ішу көп тараған. Қазақстан алманың отаны деп те айтылады. Тіпті халық арасында Алматы қаласы алма ата, яғни алманың атасы дегенді білдіреді дегенде сөз бар. Жасалған зерттеулер бірінші алманың Қазақстанда пайда болғанын көрсетеді. Тіпті Оксфорд университеті ғалымдар зерттеуінше, бірінші алма Қазақстанда 2000 метр жоғарыда өскен. Отауларда өмір сүру, көшпенді болу бұрыннан қалыптасқан. Отауды құруға 1,5-2 сағат уақыт кетеді, және оны жинауға да сондай уақыт кетеді. Қазақстанның гербіндегі бұл шаңырақ белгісі отаудың ең төбесіндегі шаңырақтан алынған. Бір видеоның да аяғына келдік. Видео туралы пікірлеріңізді комментарияға қалдырыңыз. Егер осындай 27 жылдықтың жаңа серияларын шығуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.